Саулықта, емханаларда халқымызға мейірімді болатын, әрбір қазаққа көк ту қылып қарайтын я Аллах тағалам дәрігерлерді көбейте көр. Я Аллах тағалам қай жердегі жүрген әрбір қазақтың санасын я Аллах тағалам өзіңе қарай туралай көр. Раббымыз қарияларымызды, ақсақалдарымызды осы айда өзіңе ғибадат жасап, шамалары келгенше ұстаған оразаларын я Аллах тағалам разылықпен қабыл ала көр. Сондай-ақ өзіңе қарай жігер ниетін танытып, құлшылық қылған жастарымызды я Аллах тағалам солардан разы бола көр. Я Раббымыз, осы Рамазан айында ораза ұстаушылардың санын өзің көбейткеніндей я Аллах тағалам. Сондай-ақ мына сынақтардан кейінгі халықтың өзіңе қарай бұрылған жүректерін көбейте көр. Я Раббымыз, барлығы бір өзіңнен, сенің ісің әрдайым дұрыс я Аллах тағала. Сен бізді сынасаң да саған мақтаулар тән. Сен бізге жақсылық берсең де саған мақтаулар тән. Күллі істің артында біз сені мақтаймыз, я Раббымыз. Әрбір сынақтың арты саған қарай келген. Санамыз ұлғайған, я Аллах тағалам, құлдарыңнан қыла көр. Раббымыз, сондай-ақ жас ұрпақтарымызға өзің қамқор бола көр. Аллах тағалам соларға дұрыс тәрбие бере алатындай біздерді дұрыс әкелерден қыла көр. Дұрыс аналардан қыла көр. Я Аллах тағалам, тек қана харамнан ғана сақтанған емес, сондай-ақ пайдасыз істерден безінген салиқалы ел қыла көр. Я Раббымыз, біздерге өзіңнен үміт еткен осы Рамазан айындағы тозақтан азат еткен тізімдердің қатарына баршамызды кіргізе көр. Я Аллах тағалам, осы қазақ елінде өзіңнен осы Рамазанның сауабын тілеп, осы Рамазаныңда шамасы келгенше оразасын ұстап, түнгі құлшылықтарын жасаған, Құраныңды оқыған, зікірін жасаған я Аллах тағалам, әрбір мұсылманды тозақтан азат ете көр. Я Аллах тағалам, жәннатыңа қарай